Тақырыбы миопия. Жақыннан көргіштік неден туындайды? Зиянды тамаққа тым көп қарағандықтан. Жоқ. Объектіден келген жарық көзімізге түскенде, көз бұршақ оны сындыру арқылы бейнені тор қабыққа түсіреді. Алайда кейбір адамдарда бұл бейне тор қабықтың алдында қалыптасады. Мұндай ақау жақыннан көргіштік немесе миопия деп аталады. Миопиямен ауыратын адам алыс объектілерді анық көре алмайды. Неге? Тұра тұр, мен түсіндірейін. Алыс объектінің бейнесін тор қабыққа фокустау үшін көздің линзасы жұқарады. Алайда, миопиямен ауыратын адамдарда линза жеткілікті дәрежеде жұқара алмайды. Сондықтан бейне тор қабықтың алдында қалыптасып, көруді қиындатады. Сонымен қатар, егер көз алмасы қалыптыдан ұзындау болса, линза мен тор қабық арасындағы қашықтық ұлғайып, бейне тор қабықтың алдында қалыптасады. Бұл алыс объектілерді көруді қиындатады.